Сәлеметсіңдер ме оқырмандар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Шығамын тірі болсам адам болып» өлеңі. Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл жиһанда надан болып. Жатқаным көрде тыныш жақсы емес пе, жүргенше өмір сүріп надан болып. Мен балаң, жарық күнде сәуле қуған, алуға күнді барып белді буған, жұлдыз болып көрмеймін елдің бетін, болмасам толған айдай балқып туған. Бұл сөзім асып айтқан асылық емес, ойында оты барлар асылық демес. Тебем деп тірі болсам надандықты, серт етіп өз-өзіме еткемегес. Білу тапсырмасы. Шығамын тірі болсам адам болып өлеңінде ақын қандай мақсат қояды? Ақын өлеңде білімді терең меңгеріп, надандықпен күресуді мақсат еткенін айтады. Екінші, надан деген сөзді қалай түсінесіңдер? Оқымаған білімсізді надан дейді. Түсіну сұрағы. Шығамын тірі болсам адам болып өлеңінде ақынның неліктен надан болғысы келмейді? Өлеңде ақын надан болып жер басып жүргенше өлгенін артық санайтынын жеткізген. Талдау тапсырмасы. Шығамын тірі болсам адам болып өлеңнің басты идеясы не? Өлеңнің идеясы елді білімге ұмтылуға шақыру, надандықпен күресу. Ақын өлеңі қандай сезімдерге толы? Ақын өлеңде білімге деген құмарлық сезімін, еліне деген сүйіспеншілік сезімдерін көрсетеді. Мысалы, мен балаң деп өзін елдің баласы санайды. Жинақтау тапсырмасы. Бірінші, ақынның алдына қойған мақсатын өлең мәтініне сүйеніп жазып шығыңдар. Тірі болсам адам болып шығамын. Өлең мазмұны бойынша қорытынды шығарыңдар. Тірі болсам адам болып шығамын, надан болып жүрмеймін. Надан болып жүргенше көрде тыныш жатқаным жақсы емес пе? Мен жарық күнде сәуле қуған, күнді алып белімді буған балаңмын. Алуға белімді буған балаңмын. Толған айдай боламын, бірақ ел бетін жұлдыз болып көрмеймін. Бұл сөзді асып айтып тұрған жоқпын. Ойында оты бар адамдар асылық демейтін шығар. Тірі болсам надандықты тебем деп мен өзіме серт еткенмін. Яғни өлең бойынша қорытынды: әрбір адам баласы өмірге келген соң білімге ұмтылып, өнерге, білуге ұмтылып, елге пайдалы адам болып, пайдалы қызмет етуі қажет. Қолдану тапсырмасы. Бірінші, өлеңдегі автор бейнесін анықтаңдар. Екінші, өлеңді мәнерлеп оқыңдар, қалауларың бойынша жаттап алыңдар. Үшінші, шығамын тірі болсам адам болып өлеңінде көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасаңдар. Бірінші, өлеңде автор өзін қайтпас қайсар, өнер білімді үйреніп, надандықпен күресуші адам ретінде танытады. Үшінші, ақын бұл өлеңде қазақ даласындағы надандықпен күресіп, білімді, өнерді меңгеріп, қарапайым халықты да білімді меңгеруге шақырады. Надан болып өмір сүру өліммен тең екенін көрсетеді. Аспандағы күнді алам дегені қараңғылықпен, надандықпен күресіп, білімді болу арқылы күндей жарық сәуле шашуды мақсат етеді. Баға беру тапсырмалары. Бірінші, адам болып шығу дегенді қалай түсінесіңдер? Сұлтанмахмұт өмірінің кезеңдері туралы не білдіңдер? Ақынның адам болып шығу туралы ойы жүзеге асты деп ойлайсыңдар ма? Адам болып шығу дегеніміз білімді болу, елге қызмет ету. 13 жасында молдадан хат таниды, кейіннен Троицк қаласындағы медреседе оқиды. Ақынның адам болып шығу туралы ойы жүзеге асты, себебі ол өз өлеңдері арқылы халықты білімге шақырып, бала оқытып, елге пайдалы болды. Екінші, Сұлтанмахмұт Торайғыров өз заманында шығамын тірі болсам адам болып деген серт бергенін білеміз. Ақын берген сертін орындады ма? Қазіргі заманда сендер үшін өзекті тақырып туралы ой бөлісіңдер. Ақын өз сертін орындады, оның шығармалары әлі күнге дейін өміршеңдігін жоймай, елге білімді насихаттап отыр. Қазіргі таңда да білім мен озық технологияларды меңгеру өзекті мәселе.